Бұл видеода бізге 100-ден астам жазбаны қамтитын сауда және логистика компаниясының дерекқоры берілді. Біздің бастық бізден барлық есептеулерді аяқтауды сұрады. Біз оған қалай көмектесе аламыз? Көрейік. Бізге бірінші кезекте қалған деректерді көру керек. Сондықтан біз электрондық кестенің төменгі жағын түсіп, көлденең жылжыту жолағын басып, оңға айналдырамыз. Соңғы бос бағандарды қараңыз. Сол жерде біз есептеулерді аяқтауымыз керек. Біздің бірінші есептеуіміз выручканы есептеу. Выручканы табу үшін бізге затымыздың сатылымдағы бағасынан цена продажи сатылған санына көбейтуіміз керек. Демек, бұл қарапайым көбейту болады. P4 ұяшықты басып, теңдік символын теріңіз. Келесі цена продажи нұқыңыз. Көбейту таңбасын теріңіз. Количество заказовты таңдап, Enter пернесін басыңыз. Жылдам және оңай. Мұны тағы бір жасайық. Сонымен тең, цена продажи, жұлдызша, количество заказов және Enter түймесін басыңыз. Болды. Енді бізде 100-ден астам жазбалар бар. Сондықтан біз мұнда біраз уақыт боламыз. Әлде басқаша жолы бар ма? Бірінші модульде қарастырылған жылдам толтыру тұтқасы есіңізде ме? Керемет жаңалық. Біз оны есептеулер үшін де пайдалана аламыз. Сонымен Q5 ұяшығына қайта басыңыз. Бұл сіз жасаған соңғы есептеу. Төменгі оң жақ бұрыштағы кішкентай жасыл қорапқа келсеңіз, толтыру тұтқасына табасыз. Соны 2 рет басыңыз. Керемет жылдамдық. Жарайды. Енді біз жеңілдіктерімізбен жұмыс істеуіміз керек. Жеңілдікті есептеу үшін выручка санын берілген дисконттың пайызына көбейтуіміз қажет. Негізі, пайыздармен жұмыс істеу көп адамдарды аздап қобалжытады. Жақсы жаңалықтардың бірі Excel бағдарламасында олармен жұмыс жасау өте оңай. Сізге тек қандай саннан пайызды алғыңыз келетінін тауып, сол санды пайызға көбейту қажет. Есіңізде болсын, 6 пайыз 6-ға тең емес. Бұл 6-ны 100-ге бөлгенмен бірдей, немесе қаласаңыз 0.06-ға тең. Ендеше, бұл қалай жұмыс істейтінін көрейік. Біз теңдікті теруден бастаймыз. Выручка түймесін басыңыз. Көбейту үшін жұлдызшаны басыңыз. 6 пайызды басамыз. Enter'ті басыңыз. Мұны төменге көшіріп алайық. R4-ке келіп, толтыру тұтқасын 2 рет басыңыз. Енді скидканы алып тастағанда выручкамыз қанша болатынын көрейік. Ол үшін выручка сомасынан скидка сомасын алып тастаймыз. Енді мұны төмендегі басқа ұяшықтарға көшіреміз. Соңында біз тапсырыстың жалпы сомасын есептеуіміз керек. Ол үшін выручка сомасынан клиентке берген пайызды алып тастап, оған жеткізу сомасын қосамыз. Бұл сәл ғана күрделі формула. Теңдіктен бастаймыз. Выручка ұяшығынан басыңыз, минусты теріңіз, жеңілдік сомасын басыңыз. Плюс теріңіз және жеткізу құнын басыңыз. Енді Enter түймесін басыңыз. Тапсырыстың жалпы сомасын есептеп таптық. Бізге енді тек төменге көшіру қалды. Сонымен 5 минуттан аз уақыт ішінде біз бастығымызға жеткізу кестесін толтыруға оңай көмектестік. Енді өзіңіз соңғы бағандағы есептеуді жасап көріңіз.